Сәлеметсіздер, құрметті достар. Менің атым Бұлбұл. Мен бүгін сіздерге ағылшын тілінің ережесін жеңіл әрі түсінікті форматта түсіндіретін боламын. Яғни бүгінгі бізде бірінші сабақ ол present simple, қарапайым, осы шақ күнделікті қайталанатын іс-әрекетті және шындықты фактіні білдіреді. Бірінші present simple'дың to be-іне тоқталамыз. To be ережесі, to be етістігі арқылы жасалады. To be етістігі бізде үшке жүктеледі, ол am, is, are. Соның ішінде біз бүгін am және are to be-мен танысатын боламыз. Сонымен алғашқы есімдігіміз ол бізде I есімдігі. I есімдігімен бірге біз am to be-ін қолданамыз. Am to be-ін қысқартып біз I'm деп жазамыз. Келесі you есімдігі, яғни сен деген сөз are to be арқылы жасалады. Қысқартылып you are. Енді мысалға келетін болсақ, мысалы мен студентпін. I'm a student. Немесе сен кешіктің. You are late. Яғни қысқартып осылай қолданылады. Енді дәл осы to be-дің болымсыз түріне келетін болсақ, болымсыз түрі ол осы to be-лерге not жалғану арқылы жасалынады. Мысалы, жалғастырамыз. I am not қысқартылып бізде жазылады. I'm not. Келесі you are not. Қысқартылып you aren't деп жазылады. You aren't. Енді дәл жаңағы мысалымызды болымсызға айналдырайық. Яғни мен студент емеспін. I'm not a student. Сен кешіккен жоқсың. You aren't late. Бұл бізде болымсыз түрі. Енді үшінші түрі ол бізде сұраулы. Сұраулы түрі жасалған кезде to be есімдіктің алдына қойылады. Яғни сұрақ сөйлем болғандықтан to be-ден басталады. Am I сұрақ және are you сұрақ. Енді дәл осы сөйлемімізді сұраққа айналдырайық. Мен студентпін ба? Am I a student? Жауап бересіздер. Иә, сен студентсің. Yes, you are. Яғни сұраққа қысқаша жауап берген кезде бізде жауаптар қысқартылмайды, толық жазылады. Яғни yes, you are деп айта алмайсыз. Yes, you are. Келесі болымсыз жауап. No, you aren't. Келесі сен кешіктің бе? Are you late? Сен кешіктің бе? Сіздер жауап бересіздер. Иә, мен кешіктім. Yes, I am. Яғни жауап толық жазылады, қысқартылмайды. Келесі жоқ, мен кешіккен жоқпын. No, I'm not. Болды. Яғни болымды түрі, болымсыз және сұраулы түрі осылай жасалады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Және осыны өздерің үшін қорытындылау үшін мен сіздерге қысқаша тапсырма дайындап қойдым. Бұл жерде қиын емес деп ойлаймын. Жауаптарын комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Егер сіздерге ұнаса, тіркеліп қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.